Biz 32 сериалының 6-7 бөлімдерінде санитарлар туралы баяндалады. Қылмыскерлер өмірде болған, бірақ кинода көп нәрсе өзгертілген. Стан.kz сайтының мәліметінше 1999 жылдың 26 қаңтарында Алматыда жатақхана ауласындағы қоқыс жәшігінен бөлшектенген жас әйелдің денесі табылды. Контейнерлер қаланың қақ ортасында Нидерланды елшілігінен таяқтастам жерде тұрды. Бір қызығы, осы оқиғадан дәл 20 жыл бұрын атақты адам жегіш Жұмағалиевтің алғашқы құрбандарының бірінің денесі табылған еді. Оқиға орнына жеткен полицейлер көрші контейнерлерден өзге де дене мүшелерін тапты. Олардан ет мұқият сылынып алынған. Қоқыс жәшіктерінен бірнеше жұп шұлық, әйелдердің орамалы және қанға боялған қол сөмкелер табылды. Сол кезде Алматы қалалық ішкі істер департаменті маңызды істер бойынша тергеуші болып жұмыс істеген Владислав Бекшаев бұл оқиғаны қанды серияның басы ғана екенін мүлдем ойламағанын айтады. Басында мұндай ой мүлдем болмады. Қала бойынша адамның денесін бөлшектеген 2 оқиға тіркелді. Олардың барлығын ізін суытпай ашып жүрдік. Марқұмның Ольга Колесникова екенін анықтадық. Жедел іздестіру шарасын өткізгенде Ольганы ешкім көрмегенін білдік, дейді Владислав Бекшаев. Ольга бұрын ұрлық үшін сотталған, сол себепті оның саусақ таңбалары мәліметтер базасында сақталған еді. Әпкесімен бірге тұратын әйел ақша табу үшін түнде Сейфуллин көшесіне шығып тұрған. Таныстардың айтуынша жаңа кәсібінен қатты ұялған, сол себепті үнемі жалғыз жүрген. Жан түршігерлік оқиға қорқынышты деректермен толыға түсті. Полиция төңіректегі үйлер мен пәтерлерді тінтіп шықты. Бірдеңе көруі, білуі мүмкін дегендердің бәрінен сұрастырды. Ілік табу үшін осындай қылмысқа бейімі бар деген күдіктілердің барлығын маскүнем, нашақор, тіпті мәйітхана мен жындыхана санитарларын да тексерді. Қылмыскерлерді облыстан да іздеді. Тағы да бір болжам болды. Қапшағайдан да жезөкше болған қыздардың мәйіті табылды, бірақ оларды буындырып өлтірген және шұлықтарына тиіспеген. Кісі өлімдері тікелей түнгі көбелектерге қатысты екені анық болғанда, Саин мен Сейфуллин көшелерінің бойында тұратын жезөкшелер сұрала бастады. 2 айдан соң тергеу, іздеу жұмыстары тығырыққа тірелді. Қылмыскер маньяк болуы да мүмкін. Жезөкшені жалдаған клиенттердің бірі осылай істеуі ғажап емес деп ойладық, дейді тергеуші. Көп ұзамай бөлшектенген дене мүшелерінде алкоголь және психотроптық заттар бар екені анықталды. Полиция жезөкшелерге барғандарды тексеріп жатқанда кісі өлтірушілерден қорыққан жеңіл жүрісті қыздар да тергеуге көмектесті. 3 қыз әлдегімдер өздерін белгісіз ішімдікпен мас қылып, кейін көшеге тастап кеткен адамдар туралы айтқан. Біз оларды сұрастыра бастаған кезде қаланың жоғарғы жағында болғанын білдік. Олардың айтуынша 2 ер адамның сөйлеген сөздері мен жүріс-тұрыстары оғаш көрінген. Олар бір-біріне сіз, біз десіп, Сергей Михайлович, Михаил Сергеевич деп атаған. Оларға барған кезде ақыл есіміз түзу болатын, бірақ қалай кеткенімізді білмейміз, дейді қыздар. Сергей Капай 1967 жылы туған, 1998 жылы республикалық психиатрия ауруханасында санитар болып жұмысқа тұрған, оған дейін көлік жөндеу орталықтарында істеген. Оның алдында полицияда қызмет еткен, бірақ органдардан ішімдікке әуестігі үшін қуылған, бұған дейін сотталмаған. Учаскелік инспектор адам бөлшегі табылған жердің маңындағы үйлерді іздестіріп жүріп, Сергей Капайдың да үйіне бас сұққан, құжаттарын қарағанмен пәтерін тіндімеген. Дәл осы сәтте 3 жігіт адам етінен жасалған тұшпараны жеп отырған еді. Неге екені белгісіз, барлық үйлердегі еттер тексерілгенімен дәл осы пәтердегі тоңазытқыш тексерілмей қалыпты. Сергей Капайды кейінірек 1999 жылдың 4 тамызында ұстады. Тергеушілер одан облыста жоғалған қыздар туралы сұрастырған. Ол кенеттен Алматыдағы бөлшектенген денелер туралы айта бастайды және серіктестерінің аттарын да айтқан. Біреуі бауыры Евгений Турочкин, екіншісі сыбайласы Михаил Вершинин. Бәрі психиатриялық ауруханада бірге жұмыс істеген. Ағайындылар санитар болса, Вершинин мейіргер болып қызмет еткен. Олар ең алғашқы қылмыстарының бірін 1999 жылы 30 сәуірде жасайды. Пәтерге жезөкше шақырады. Жезөкше кетуге жинала бастағанда Капайды сараңдық қысып, қызметі үшін көбелекке төлеген ақшаны қайтарғысы келген. Тергеу барысында Капай қызды жуынатын бөлмеде қалай бауыздағанын көрсетіп берді. Марқұм оған 2 баласының бар екенін ғана айтып үлгерген. Қылмыстарының ізін жасыру үшін ағайындар мәйітті мүшелеп тастайды, ал етінен кәуап жасауды жөн көрген. Санитарлар 1 мамыр күні туысқандар мен көршілерін адам етіне жасалған кәуапқа тойдырады. Кейінек 1998 жылдың тамызында ортақ танысы олардың кездейсоқ құрбанына айналды. Вершинин бұларға 1998 жылдың қыркүйегінде қосылған. Вершинин сол кезде психиатриялық ауруханаға жұмысқа тұрған еді. Үшеуі жиі бас қосып бірге жүретін болды.
Вершинин психикалық тұрғыда бөлекші тұлға болды, білімге ұмтылып жаңа нәрселерді үйренгенді ұнататын, өзін өзгелерден жоғары санаған. Ауруханада жұмыс істеп жүргенде психиатр дәрігерлерден де артық білген дейді тергеуші. Вершинин қылмыстық топтың идеал көсемі болды. Анатомияны зерттеп, адам етін әуестікпен татып көргенін айтады. Вершинин өзін медицина ғұламасы ретінде таныстырады. Адам ағзасын зерттегісі келді. Ол бас сүйек сұраған, 2 бас сүйегін өртеп жіберген, 3-ші бас сүйекті ағартқан соң сыйлық ретінде ұсынған. Вершинин оны үйіне әкеліп зерттеген. Сот психиатриялық сараптама мүшесі Айжан Құдайбергенова 90-шы жылдары жұмысқа қызметкер табу қиын болған айтады. Әсіресе санитарлыққа жұмысқа келу деген құмнан ине іздегенмен бірдей болған екен. 90-шы жылдары кеңес заманының құлдырауы болды. Жалақы өте төмен болды. Сол себепті жұмысқа келген адамды ала бердік. Ал санитар мамандығына ешкім келмейтін. Өйткені жұмыс өте ауыр, талабы өте үлкен, өтемақысы төмен болатын дейді Айжан Құдайбергенова. Ақырында 3 қылмыскер өмір бойына бас бостандығынан айырылып, Қара бүркіт түрмесіне жабылды. Сергей Капай көп ұзамай қайтыс болып кеткен.